Сәлем достар, бүгін бізде 2 сыныптың математика сабағы, 58-ші сабақ. Екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Диаграммаға қара. Бұл жерде Е және К жиындарының бірігу операциясы бейнеленген. Бірінші сұраққа жауап берейік. Е және К жиындарының элементтерін ата. Е жиынның элементтері көк төртбұрыш, жасыл төртбұрыш, қызғылт немесе күлгін деп айтамыз, күлгін түсті төртбұрыш және сары күлгін дөңгелек, сары дөңгелек. Енді К жиынның элементтерін қарайық. Күлгін түсті десек болады, немесе қызғылт түсті дөңгелек, сары дөңгелек, көк шаршы. Енді екінші сұрақ. Әр жиында неше элемент бар? Е жиынында 5 элемент бар. К жиынында 3 элемент бар. Е және К жиындарына ортақ элементтер бар ма? Егер бар болса, олар қандай элементтер? Е және К жиынына ортақ элементтер бар, ол қызғылт және сары түсті дөңгелектер. Екі дөңгелек екеуінде де бар. Мына екі дөңгелек екеуіне ортақ элемент болып табылады. Екінші тапсырмаға қараймыз. Диаграммаларға қара. М және О жиындарының қиылысу операциясы. М және О жиындары қандай элементтерден тұрады? М жиыны мына жерге жазайық. М жиыны барыс деген элементтен тұрады. О жиыны бүркіт деген элементтен тұрады. Осы жиындарға ортақ элементтер бар ма? Екі жиынға да ортақ элементтер бар, олар Б және Р элементі. Бар, ортақ. М және О жиындарына тиісті 3 элементтен жаз. М және О жиынына тиісті 3 элементтен А, С, О жиыны І, К, Ү деп осылай 3 элементтін ғана жазып қойсаңыздар болады. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Диаграммаларға қара, сұрақтарға жауап бер. Баянауылға барды, Қарқаралыға барды. Сұрақ: Баянауылға кімдер барды? Баянауылға Алуа, Қайрат, Зере, Сәбит, Жарас, Балнұр барды. Қарқаралыға неше бала барды? Қарқаралыға 5 бала барды. Олар Сәбит, Жарас, Балнұр, Дархан, Айнаш. Диаграммалар бойынша өзің сұрақтар қой. Бұл жерде мысалы Қарқаралыға да, Баянауылға да кімдер барды деп сұрақ қойсақ болады. Екі ауылға да Сәбит, Жарас, Балнұр барды. Төртінші тапсырмаға қараймыз. Диаграммаларға қара. Осы жиындардың бірігуіне және қиылысуына тиісті сандарды ата. Мысалы, А жиынына тиісті элементтер, А жиынның өзіне ғана тиісті элемент ол 30, А жиыны 30, 50, 40 элементтен тұрады. Б жиыны 16, 40, 57 элемент. Бұл жерде А жиынына ғана тиісті 30 және 50. Б жиынына ғана тиісті 16 және 57. А жиыны Б жиынымен бірігеді, ол 40 деген сан. Енді қиылысады. А жиыны да Б жиынымен қиылысады, 30, 50, 16, 57 деген сандар. Берілген жиындар элементтерінің атауларын салыстыр. Осы жиындардың бірігу және қиылысу диаграммаларын құр дейді. Таулар жиыны: Қаратау, Зеренді, Мұғалжар. Көлдер жиыны: Зайсан, Зеренді, Балқаш. Таулар жиынының элементтері мен көлдер жиынының элементтерін диаграмма құрып осылай жазамыз. Бұл жерде таулар жиынында да, көлдер жиынында да ортақ Зеренді. Яғни таулар жиыны қиылысады көлдермен. Ол Зеренді деген көл екеуіне де ортақ тұр. Және таулар жиыны көлдер жиынымен бірігеді. Бірігуін осылай жазсаңыздар болады. Осылай сызықпен сызып қоямыз. Келесі теңдеуді шеш. 5-ші тапсырма.
60 пен x-тің айырмасы 24-ке тең. X-ті табу үшін 60-ты азайтамыз, 36-ға тең. Орнына қоямыз. 60-тан 36-ны азайтамыз, 24. Теңдеуді тексереміз, 24 24-ке тең. Келесі x пен 15-тің қосындысы 82-ге тең. X-ті табу үшін 82-ден 15-ті азайтамыз. X 67-ге тең. 67-ге 15-ті қосамыз, 82. Теңдеуді тексереміз, 82 82-ге тең. Ары қарай 6-шы тапсырманы қарайық. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. 90-нан 48-ді азайтамыз, қосамыз 23-ті. 90 мен 48-дің айырмасы 42-ге тең болады. 42-ге 23-ті қосамыз, 65. 63-тен 48-ді азайтамыз, 34-ті қосамыз. 63-тен 48-ді азайтқанда 15. 15-ке 34-ті қосамыз, 49. Келесін шығарайық. Екінші бағанын 29-ға 36-ны қосамыз, 19-ды азайтамыз. 29 пен 36-ның қосындысы 65-ке тең. Одан 19-ды азайтсақ 46. 54-ке 36-ны қосамыз, азайтамыз 47-ні. 90-нан 47-ні азайтамыз, 43 қалады. Енді ары қарай 7-ші тапсырманы қарайық. С қосу сөзіндегі, ал Д азайту сөзіндегі әртүрлі әріптердің жиындары. Осы жиындардың бірігу және қиылысу диаграммаларын құр. Мынадай етіп бірінші элементтерін жазып алайық. С жиынының элементтері қосу, Д жиынының элементтері азайту. С жиыны Д жиынмен бірігеді, қосу азайту. Бірігу жерде тұр. Сызып көрсетеміз. Және С жиыны Д жиынмен қиылысады. Өйткені оларға ортақ У элементі бар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.